أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрметті ағайын, Алла тағала әрбіріміздің басқан қадамдарымызға сауаптардан, сондай бір амалдарымыз берекелі болған амалдардан етуін болуын нәсіп етсін. Бүгінгі айтар тақырыбымыз бұл көптеген адамдардың жүрегінде жүрген, көптеген адамдардың таба алмай жүрген сұрақтарына бір жауап ретінде пайғамбардың, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, баяндап кеткен тірлік күнінде жәннатпен сүйіншіленген 10 сахаба жайында баяндамақпыз. Пайғамбарымыз айтқан ақиқатында сондай бір 10 пенде бар, тірлік күнінде жәннат оларға уажып болған дейді. Яғни оларға жәннатқа кіру міндет болған адамдар жайында баян етеді. Соның алғашқысы Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху. Абу Бәкір Сиддиқ деген сондай ер кісілердің арасында пайғамбар деп мойындаған ең алғашқы пайғамбардың сахабасы. Одан кейін Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху. Омар деген халифа, ол сондай мұсылмандардың ішінде 40-шы адам болып исламды қабылдаған сахабалардың бірі. Одан кейін Осман ибн Аффан радиаллаху анху. Бұл Осман ибн Аффан сондай адам болған. Зуннурайн деген атаққа ие болған. Яғни тірлік күнінде бұл Осман ибн Аффан соншалық дәрежеде ұялшақ болған. Керек десеңіз өзінің денесін көргенде ұялатын пенде болған. Бұл кісіге сондай Осман ибн Аффан, яғни екі нұрдың иесі деген атақ берілді. Зуннурайн деген, ол қандай атақ? Пайғамбардың екі қызына үйленгендігі жайында. Яғни екі қызының күйеуі болған. Сондай бір соған лайықты пенделердің бірі болған. Одан кейін Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху. Бұл Али ибн Абу Талиб пайғамбарымыз баяндап кеткен бұл исламның қылышы деген атаққа ие болған пайғамбардың сахабасы. Және де пайғамбардың күйеу баласы. Талха ибн Убайдуллах, Зубайр ибн Ауам, Абдурахман ибн Ауф, Саад ибн Абу Ваққас, және де Абу Убайда ибн Жаррах, Саад ибн Зайд радиаллаху анхулар осы ислам әлеміндегі тірлік күнінде пайғамбарымыз баян еткен жәннатқа осы кісілерге кіру міндет болады деп баян еткен кісілер, яғни сахабалар. Бұл кісілердің әрқайсысының өзіндік бір тарихы бар. Бұл кісілердің әрқайсысының өзіндік бір ислам әлемінде, былай айтқанда, айрықша бір өзінің несін, орнын тасқа қажап кеткендей өзіндік бір іс-әрекеттері болған. Әрбірінің бүкіл момын мұсылмандарға өнеге болатындай, бүкіл әлем момын мұсылмандары өнеге ұстайтындай ұстаздық дәрежеге жеткен кісілер болды. Әлбетте пайғамбарымыздың қандай да бір сахабасын көрсек біз құрметтейміз. Қандай да бір сахабасының өмірін естігенде оны саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы радиаллаху анху, ол кісілерден Алла разы болсын, және де Алладан олар разы болсын деген атақ береміз. Өйткені олар пайғамбардың көзін көргендер. Және де ол кісілердің әрбірінен келген хадисті, әрбірінен келген пайғамбардың өсиеттерін біздерге алу міндет болады ағайын. Бірақ дей тұрғанмен де пайғамбарымыз баян еткеніндей өзінің ең жақсы көрген сахабаларының арасынан осы 10 сахабаға жәннатқа кіреді деген сондай бір дәреже берген екен ағайын. Алла тағала осы сахабалардың да өмірлерін оқуымызды, осы сахабалардың да ислам дініне, жалпы момын мұсылманның өмірдегі ислам нығметіне беріп кеткен білімдерін, тастап кеткен тарихтағы орындары жайында зерттеуімізді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Алла тағала екі дүние нығметіне бөлеуін бұйыртқан болсын. Аман болайық ағайын.